2016-2017 оқу жылы мен 2018-2019 оқу жылы аралығында менің жетекшілігіммен шығармашылық пен ізденіс сапалы білімге жеткізетін басты жол атты облыстық шығармашылық шеберхана жұмыс жасады. Жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуге қажетті жағдай жасау, білім, тәрбие беру үрдісін жаңғыртудың жаңа әдіс-тәсілдерін, технологияларын енгізу, педагогтың әдіснамалық, ғылыми-әдістемелік мәдениетін арттыру және мамандардың кәсіби және жеке тұлғалық өсуіне жағдай жасау мақсатында Ақтөбе облысының білім басқармасының 2016 жылғы 6 қыркүйектегі нөмірі 788 бұйрық негізінде өз жұмысын бастады. Мақсаты қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы қолданылатын жаңа әдіс-тәсілдерді талдай отырып, пән мұғалімдерінің кәсіби және тұлғалық өсу үшін жағдай жасау, әдістемелік мәдениетін арттыру, нәтижелі тәжірибеге бағыттау. Күтілетін нәтиже: оқушы тұлғасына сай қолданылатын жаңа әдіс-тәсілдердің тиімді нәтижесі көрініп, жалпыдан жеке тәжірибелер туындайды. Жекелеген мұғалімдер өз тәжірибесін әдістемелеуде жүйелі жұмыстануға қалыптасады және пән мұғалімдері кәсіби, тұлғалық жағынан шығармашылық бағытта өседі, озық тәжірибелерін таратады. Педагогикалық шеберхана 3 жылға жоспарланып, 3 жыл өз жұмысын жасады. Әр оқу жылында 4 отырыстан жоспарланып өткізілді. Тақырыптық іс-тәжірибе алмасу, теориялық ізденіс кезеңінде отырыстар барысында оқыту үрдісін тартымды ету жолдары, бірлескен топтық жұмыстың маңыздылығы, құзыретті білім беру, құзыретті мұғалім жеке тұлғаны дамыту, құзыретті білім берудегі бағалау түрлері, жаңаша оқытуда сабақ ұйымдастыру барысындағы тренингтер туралы дөңгелек үстел, коучингтер жүргізіліп, жаңашылдық арқылы сапалы білімге жету жолдары қарастырылды. Жыл соңында атқарылған жұмыстар жинақталып, әдістемелік құрал ретінде шығарылды. Өзіндік тиімді әдіс-тәсілдерді практикалау, тиімділігін, нәтижесін анықтау кезеңінде қазіргі білім саласындағы өзекті мәселелердің бірі жаңартылған білім беру мазмұны бойынша туындап жатқан мәселелер талқыланып, шеберхана мүшелерінің панорамалық және мектеп оқушыларымен өткізген сабақтарына талдау жүргізіліп, шығармашылық жұмыс барысындағы рейтингісі шығарылды. Жинақталған іс-тәжірибені қорытындылау